Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерді өзімнің әріптестерім деп атасам артық болмас. Себебі сіздер болашақ жас мамансыздар. Яғни бүгінгі күніміздің тақырыбы да сол мамандық иесі, яғни заманауи педагогтың имиджі жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын мен ағылшынның ұлы ақыны драматургы Уильям Шекспирдің сөзімен бастағым келіп отыр. Кім өзіне қараса, бетін көреді. Бетін көрген адам өзінің қадірін біледі, бағасын біледі. Өзіне деген қатал адам шынымен ұлы адам деп атаған Уильям Шекспир. Яғни бұл сөздердің түпкі мағынасы жалпы әрбір адам өзінің сырт келбетіне, бет бейнесіне назар аударуы тиіс. Сол кезде ғана ол өзінің қадір қасиетін төмендетпейді. Келесі. Имидж, яғни адамның мен деген әлемін көрсететін белгілі бір кескін. Жалпы 80-ші жылдардың соңында имидж сөзі біздің тілімізге енген екен. Имидж сөзі ағылшын тілінен аударған кезде кескін, келбет деген мағынаны білдіреді. Бірақ ол тек қана сыртқы кескін, сыртқы келбет, сыртқы пішін емес, сонымен қатар ол адамның ойы, адамның сөзі, ол да имидждің бір түріне жатады екен. Ағылшынның жазушысы Поли Берт имидж ұғымын сіздің басқа бір адамға әсер етуіңіз деп түсіндірген. Яғни сіз өзіңіздің идеяңызды қалай ұсынасыз, өзіңіздің жүріс-тұрысыңыз, өзіңіздің ойыңыз, сөзіңіз барлығы имидждің ұғымына қалыптастырған. Жақсы. Келесі, енді сіздерде қазір имидж ұғымының бастапқы ұғымы қалыптасты деп ойлаймын. Сондықтан да қазір мен сіздерге өзін-өзі бағалау тестін ұсынғым келіп отыр. Тестте 15 сұрақ, 15 сұраққа иә немесе жоқ деген жауап қайтарасыз. Цифрасын жазып алдына, одан кейін сіздермен кері байланыс орнатқан кезде міндетті түрде нәтижесімен таныстыратын боламын. Жақсы, келесі имидждің жасақталу жолы. Біріншіден, ол адамның өзіне байланысты екен. Яғни өзіңіздің қоршаған ортаңызбен орнататын қарым-қатынасыңыз. Екіншіден, имиджмейкерлер. Яғни танымал тұлғалар үшін, әртістер үшін, қоғам қайраткерлері, саясаткерлер үшін арнайы кәсіби имидж жасайтын кәсіби маман иесі. Келесі, үшіншіден, құралдар бұқаралық ақпараттар, яғни оған теледидар, радио, баспасөздер жатады. Төртіншіден, әлеуметтік ортасы, жаңағы отбасы, туыстары, әріптестері, яғни қазір мен сіздерді педагог имиджінің құрамдас бөліктерімен таныстырғым келіп отыр. Ол ең бірінші бейнесі, екінші сыртқы аспектісі, одан кейінгі ішкі аспектісі, іс жүргізу аспектісі, педагогтың компоненттілігі және педагогтың кәсіби беделі болып табылады екен. Келесі бізде заманауи тәрбиеші педагогтың бейнесін құрастыру. Сіздерге мен балалардың ең сүйікті тәрбиешісі, жоғары кластағы тәрбиеші және тәрбиеші барлық ата-аналардың досы деген тәрбиешінің 3 типін бөліп көрсетіп отырмын. Сіздердің қазіргі мақсаттарыңыз осы бір типті таңдап, оларға киім үлгісін таңдау, яғни имиджін құрастыру. Бұл жерде үлгі ретінде белгіленген суреттер, бірақ сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып, басқа да суреттерді алуларыңызға болады. Яғни оған аксессуар немесе тағы да қосымша заттарды қосуларыңызға болады. Келесі. Имидждің негізгі параметрлері. Біріншіден, өзін-өзі жоғары бағалау, екіншіден, өмірге деген оң көзқарас, үшінші, жақсылыққа деген сенім, төртінші, өзгеруге, тәуекелге бару, болмыстың жаңа формалары болып. Алдарыңызда белгіленген кесте бұл мектепке дейінгі ұйым қызметкерлерінің сыртқы келбетіне қойылатын талаптар. Ең біріншіден, әрине ол келбеті, яғни педагог қызметкерлер әрдайым таза, ұқыпты, үтіктелген киімде болу керек. Және жалпы жеке бас гигиенасын қатаң түрде сақтауы керек. Шаш үлгісі, шашы үнемі таза, ұқыпты,
Егер де шашының ұзындығы иығынан төмен түсетін болса, міндетті түрде жиналған болуы тиіс. Киім үлгісі. Педагогтың киімі мөлшеріне сәйкес үйлесімді болу керек және жыл мезгіліне сай болуы тиіс. Киімнің ұзындығына да асты баса назар аударамыз. Яғни юбка, көйлегі оңтайлы ұзындық тізенің ортасына дейін болуы керек. Сонымен қатар аяқ киім. Аяқ киімі жылдың қай мезгілі болмасын ауыстыратын аяқ киімі болады. Зергерлік бұйымды да тәрбиеші педагог киімнің түсіне сай таңдайды. Қатты жылтырақ көзге түсетін зергерлік бұйымдарды қолдануға болмайды. Бұл сіздерге, болашақ тәрбиешілерге арналған жаднама болады. Сабағымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге бұл слайд және де конспект Платон желісі арқылы жіберілді. Кері байланысқа шығамыз.